Вау, қыздар, мынау кәдімгі кафедегідей тамақ болған ғой. Даже менің күйеуімнің өзі мұны қалай кафедегідей болған деп таңғалып қалды. Сіздер де жасаңыздар, кәдімгідей бізге қатты ұнады. Ең алдымен осылай филе болады ғой, тауықтың бірыңғай етті жері, сондайын алып алсаңыздар болады. Немесе мен сияқты окорочканың сүйектерін пайдаланбаймыз, бірнеше бөліктерге бөліп аласыздар, кішкентай қылып. Одан кейін бір бас пиязымызды төрт бұрышты етіп онта майдалап тураймыз және майымызды қыздырып қоямыз. Кішкене ғана май қосасыздар. Қызған майымызға пиязымызды салып, оны да қызартып қуырып аласыздар. Қызарып қуырғаннан кейін тауықтың еттерін саламыз және осындай саңырау құлақтарды саласыздар. Қыздар, саңырау құлақпен егер ұнатпайтын болсаңыздар жасамай қойыңыздар, бірақ өздеріңіз білесіздер ғой, пастаға, кафеде заказ бергенше үнемі осы саңырау құлақпен алып келеді ғой. Сондықтан міндетті түрде жасап, үйде өзім дайындап көрмегенмін. Жасап көруді жөн көрдім және мына тамақ вау шықты ғой. Саңырау құлақтарымызды да қуырамыз, одан кейін оның үстіне бір штук чесногымызды саламыз, тағы да жақсылап қуырамыз, қатты қызартып қуырып аласыздар. Газдың асты қатты отта тұрады. Сосын тұз, қара бұрыштарын салып, барлығын жақсылап араластырып, және сары май қосасыздар. Сары майды да кішкентай ғана қосыңыздар, бір 40 граммдай ғана. Бір ас қасық ұнымызды қосамыз, қою болып, әдемі болып тұру үшін. 3 ас қасық толтырып сметананы саламыз. Сливке қоссаңыздар да болады, бірақ сливке қымбат тұрады деп мен тек сметанамен жасадым. Соның өзінде дәмі супер. Бір кружка суыңызды құясыздар да, қақпағын жауып, газдың астын төмен отқа қойып қоясыздар. Солай 15-20 минут пісіріп аласыздар. Енді оны гарнирін өзіңіз білесіздер. Макарон қосасыздар ма, спагетти қосасыздар ма, болмаса күрішпен жасайсыздар ма, өздеріңізге қалай ыңғайлы, сол бойынша жасай беріңіздер. Мен макаронды пайдаландым. Суымызға тұзды салып, қайнатып, макаронымызды пісіріп алдық. Осы макаронымыз піскеннен кейін барлығын жақсылап араластыру үшін осылай сүзіп алып, жаңағы біздің подливымызбен бірге араластырдым. Сосын тәрелкеге салып ұсына бересіздер. Жасап көріңіздер, дәмі қатты сіздерге ұнайды. Өзім бірінші рет жасасам да маған қатты керемет ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.